Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда жүзімнің жемістерін құстардан қалай қорғау жайлы айтатын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Видеоның соңында бір лайк басып кетіңіздер. Қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Қолдау сізден, әрекет бізден. Көріп тұрғаныңыздай мынау қара жүзім, мінекей. Қазір дәмі кіріп, әдемі болып тұр. Енді бұлар құстар, әсіресе шымшықтар осындай жүзімдердің дәмі кірген кезде жеп қоймайды, бәріңіз білесіңіз. Жаңағыдай піспей тұрған кезде, ащы қышқыл кезінде тимейді олар. Осындай дәмі кіріп жеуге болады ау деген кездері оларда құстарда шабуылдап жеп қоймай жатыр. Енді мен бұны әртүрлі әдістермен қолданып көрдім. Енді соның ішінде бір әдісті көрсетейін деп тұрмын. Өте осы құстардан қорғауға, әсіресе шымшықтардан қорғауға өте ыңғайлы әдіс, тиімді. Мынау енді жүзімнің солқымы болса, мен мына терезеден, үйден байқағамда шымшықтар бұның мына үстіне қонып жейді. Астынан жемейді екен. Көбінесе үстінен қонып жейді екен. Мына жүзімнің өзіне қонады, немесе мына қаптанда бұтаққа қонып тұрып, жүзімді жеп жатқанын көп көрдім. Сосын бұны былай ізденіп ойланғанда, бұның мына жоғары жағын жапсаң, мына жүзімді жемеуіне көп пайдасы бар екен. Оны қалай істеу керек, қазір мен көрсетейін. Ең простой, оңай әдіс. Достар, сіздерге көрсетемін қазір. Ол үшін бізге мына степлер керек, мынандай. Сосын A4 форматта мынандай қағаз керек. Қолданғаны болса болады. Көп жүрмей ақ қой, мінекей достар, мынау жүзім, міне, мынау жаңағы A4 форматтағы қағаз. Осыны міне осындай қылып әкеліп орап, көріп тұрғаныңыздар. Ең оңай әдіс осы. Мына жеріне бір қысасыңыз, мінекей. Жүзім мына жаңа шымшық құстар мынаны жоғарысынан келіп жейді екен, мына астынан келіп жей алмайды екен. Көп байқадым соны. Ең оңай, ең тиімді әдіс осы. 2-3 жылдан бері осылай жүзімдерімді бәрін жасап шығам. Көп нәтижесі бар. Осылай айландырасыңыз. Мінекей. Мінекей осылай. Бір айландырасыңыз да, осындай жерден қысып жібересіңіз. Мінекей, осындай қылып жүзімдеріңізді қорғайсыңыз. Осындай қылып жасап көріңіздер жүзімдеріңізге. Өте тиімді. Мына құстардың жүзімдеріңізді жемеуіне өте үлкен пайдасы тиеді, достар. Видео ұнаса бір лайк басып кетіңіздер, каналға жазылыңыздар, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Аман сау болыңыздар.